Армысыздар, оқырмандарым. Әмеңгерлік. Бақыт пен Гүлназ ең алғаш студент кезінде кездесті. Екеуі де ауылдан шыққан. Бір-біріне көршілес ауылда тұратын. Бірақ ол кезде танымайтын. Қалаға жоғары оқу орнына түсіп, сол жерде танысып тұр. Көршілес ауылдан екенін білгенде тіпті жақын адамдай болды. Екеуі жақсы араласты. Ауылға барса да бір көлікке отырып, әңгіме-дүкен құрып баратын. Бір-бірімен көп уақыт өткізгені ме, Гүлназ Бақытты нағыз ер азамат ретінде көретін. Сөйлеген сөзі, ойын жинақтап бір шешім айтатын бәрі Гүлназға ұнайтын. Соның қасында көбірек әңгімелескісі келіп тұратын. Тек өзін жеңілтек ретінде көрсетпейін деп, Бақытқа ештеңе білдіртпейтін. Махаббат жалыны көзден білінері анық. Бақыт оның бәрін сезіп жүретін. Бірақ ұзақ уақыт Гүлназға сезім білдіргісі келмеді. Өзінің сезімі шынайы екенін білгісі келді ме, уақытты созып жүрді. Гүлназды көрмесе тұра алмайтындай жағдайға жеткенде ғана өз сезімін жасырмады. Ол кезде Гүлназ бен Бақыт өте бақытты болды. Екеуі қол ұстасып жұптары ажырамай, оқуын бітірер жылы үйленді. Отау құрған соң қалаға оқуын жалғастырып, дипломын алып қайта келді. Ауылда ата-анасы мен Бақыттың інісі Шаттық қана тұратын. Бұлар барып үлкен бір отбасы болды. Баласының келінін қалада қалып кетеме деген ата-анасы бұлар келгенде қатты қуанды. Барғаннан жұмысқа тұруға әрекет етті. Бақыт дене тәрбиесінің мұғалімі, Гүлназ ағылшын пәні мұғалім болып жұмыс істеді. Араға 2 ай салып Гүлназ көтеріп, айы күніне жетіп аман-есен ұл босанып алды. Арасын ұзатпай тағы бір ұлды дүниеге келді. Бақыт бұрынғы жұмысында істеп жүр, бірақ айлығы тым аз. Бұрын өздері ғана деп ештеңе ойламаушы еді. Қазір балалы болған соң балаларының болашағын ойлап жүр. Оның үстіне үйдің асыраушысы өзі, ата-анасы бар, одан інісі Шаттықтың оқу бар дегендей, бұл айлық тым аздық болып жатыр. Бір айлыққа қарап отырса, олай болмайды. Басқа жұмыс қарастырсам ба деп жүрген жерінде жалақысы көптеу жұмыс іздей бастады. Бір күні ауылдың балалар қалаға құрылысқа барады дегенді естіп, мән-жайын сұрастырып көрді. Жалақы әжептәуір, қазіргі жұмысының 3 айлығын қосқандағысы. Ол жақтан 1 айда табатын болып білді. Қыс түскенше жұмыс жасап келейін, ауылдың көмір суы бар, барлық ақшаға кеп тіреледі. Не керек, сол жұмысқа барамын шешті. Жұмысынан ақысыз демалысқа шығып қалаға келді. Жұмысы ауыр. Бірақ ауылда қара жұмыспен өскен Бақыт үшін еш қиындығы болмады. 1 ай жұмыс жасап алған айлығын үйіне алып келді. Тағы 1 ай барам деген кезде Гүлназ жібергісі келмеді. Бармай-ақ қойшы, жұмысыңа қайта түс, бір мәнісі болар. Балалар әлі кішкентай ғой, сені іздейді, қасында болшы. Бұлар өскенше бар жағдайын жасаймыз. Мен де жұмысқа шығамын дейді. Оған қыстың қамын жазда ойла деп, қыстағы отым бар, бір барып келейін, сосын қайтып келемін деп кетті. Бақыт күнделікті жұмысына кірісіп қызметін атқарып жүр. Үйіне жеткенше асық. Күнде ата-анасына, Гүлназға хабарласып қояды. Сағынып жүр. Балалардың даусын естіп, өзіне күш-қуат алғандай болады. Қайтар күнді санап жүргендей. Міне бүгінде алдымен жарына хабарласып, енді жұмыс істей берсем болады дегенде күшті көңіл күймен жұмысын бастап кетті. Әндетіп салынып жатқан үйдің 5-ші қабатына шықты. Құрылыс өз қарқынмен жүріп жатыр. Күнделікті үйреншікті тірлігі ғой, бірақ бүгін өз қорғанышын тағуды ұмытып кетті. Қалай құрылыстың шетіне келгендегі белгісіз бас айналып кетті ме, 5-ші қабаттан ұшып түсті. Қасындағылар жүгіріп жедел жәрдем шақырғанмен бәрі кеш. Тым жас күйінде бұл өмірді жақындарын тастап кете барды. Ата-анасына Гүлназға хабар берілді. Ондағы жағдайдың қалай болары белгілі. Әкесі қан қысымы көтеріліп, Гүлназ бен анасы талып қалып жатты. Барлығы ішіндегі жан айқайын жылаумен, айқайлаумен шығарып жатыр. Бірақ қайтып келер бақыт жоқ. Тірі адам тіршілігін жасайды, қанша ауыр болса да алға қарай жылжи берді. Бірақ Бақыт кеткелі әке-шешесінің денсаулығы сыр берді. 2 күннің бірінде ауырып қала берді. Ешкімге айтпағанымен ішінің бәрі күйікке, өкінішке толы. Қатты азып кеткен. Немерелерін көрсе Бақытты көргендей болады. Көз жасы тоқтар емес. Кейде көрсетпей бау жаққа барып жылап алатындай болды. Бақыттың кеткеніне де жыл болды. Гүлназ жүгіріп атап алып жүр.
немерелер де өсіп қалды. Енді әкенің ойы келін мен немерелерінде. Келінім жап-жас, бізге қызмет қылып жүре бермейді. Өзінің бақытын табу керек. Не істеймін енді? Гүлназға батамды беріп жіберсем бе екен? Бірақ келін кетсе немерелерді анасынан бөліп алып қала алмаймын. Гүлназ тұрмыс қоса немерелерім не болады? Өгейлікті көріп өседі ғой дейді. Қайтсем екен деп мың ойланып жүр. Жатса да тұрса да ойлайтыны осы болды. Шешімді де тапқандай, бірақ сыртқа айтуға қорқақтап отыр. Бүгін Шаттық оқуынан 2 күндік демалысқа келу керек еді. Әкесі баласын күтіп далада жүр. Алыстан Шаттығын көріп қуанып кетті. Жалғыз баласының аман есендігін сұрап ішке кірді. Қарап отырса кешегі кішкентай ғана Шаттық та үлкен жігіт болып қапты. Гүлназ шай жасап жүріп жүгіріп жүр. Қайнысының келгеніне қуанып жүр. Әңгімесі жарасатын жеңгесіне қалжыңдарын айтып тиісіп қояды. Мұнысына ата-анасы қарап қуанып та отыр. Шай ішіп, асқазанға елі қондырып алған соң әкесімен ұлы далаға шықты. Жағдайын, оқуын сұрап отыр. Биыл бітіресің. Енді осы үйдің бар ауыртпалығы сенде балам. Барлығын ұқыппен, сабырлықпен шешерсің. Менің саған айтар бір ұсынысым бар. Көптен бері айта алмай жүрмін. Бірақ саған айту менің парызым. Өзінің не дұрыс, не бұрыс екенін шешесің. Әңгіме былай. Гүлназ жеңгең жас. Бұл үйде ұстап отыра алмаймыз. Өзінің теңін табу керек. Ағаңсыз осы үйде жүре бергеніне жыл болды. Жіберейін десем немерелерімді қимаймын. Гүлназ келінде алтын келін. Оны да жібергім жоқ. Көз алдымда тоқшылықта өмір сүргенін қалаймын. Қазақта әмеңгерлік деген сөз бар. Жолдасы қайтқан болса, сол үйде ағасы немесе інісі жеңгесіне қосу деген. Енді үлкен ағаң жоқ. Саған осы ұсынысты айтып отырмын. Жеңгеңе сен қосылсаң, ағаң ұлдарын өзіңдікіндей көрсең қалай болар екен? Деп сұраулы жүзбен қарады. Үндемей тыңдап отырған Шаттық, әке мен қарсымын. Ағамның жарын қалай өзіме жар етемін? Ойға сыймайтын нәрсе ғой. Қалайша бұлай дейсіз? Мен айттым, енді өзің шешерсің. Ағаңның ұлдарын қалайша жіберіп қарап отырамын. Көз алдымда өскенін қалаймын депті. Түнімен көз ілмеген Шаттық, бұл дұрыс емес, олай болмайды деумен шықты. Жеңгеме қалай қараймын, ағамның орнын қалай басамын? Жеңгеме қалай қараймын, ағамның орнын қалай басамын деген ойынан кетпеді. Жоқ, бұл дұрыс емес деп шешті. Таңертеңгісін шешімін айтпастан әке шешесіне, жеңгесіне жақсы деп қалаға қайтты. Ештеңе айтылмаған соң әкесі Шаттықтың жауабын жоқ деп топшылады. Сол кеткеннен 2 апта келмеді. Әкесі ұлын демалыс күні күтіп еді, келмеді. Ұлы ренжіп келмеді деп ойлады. Бекер айттым ба, ұлымды ренжітіп алдым ба деп ойлады. Міне бүгінде демалыс күні таңнан кешке дейін ұлының жолын қарайлап әкесі жүр. Жоқ, тағы келмеді. Енді уайымдай бастады. Бұл ісім жарамас, таңертең қалаға жолға шығамын. Ұлыма барып үйге қайт деп айтамын. Бір ұлымнан айырылдым, енді екіншісінен тірідей айырылғым келмейді. Мейлі, өзінің сүйгені бар шығар, бақытты болғысы келетін шығар, қиналап үйлендіре алмаймын деп ойланып отырған сол есіктен Шаттық кіріп келді. Екі көзіне сенбегенде әкесі, ұлым қайда жүрсің? Сені келмейді деп ойлап едім деп қояды. Бірақ таңнан ұлының келгенін тосып жүрді емес пе? Кел, қолыңды жуып асқа отыр, жаңа ғана отырдық деді. Кешкі ас ішіліп, Гүлназ бен анасы ас бөлмеге кеткені сол. Әке, тыңдап тұрмын ұлым. Жеңгеме айттыңыз ба жағдайды? Жоқ ұлым, сенен бірінші сұрап алмақшы болғанмын. Айтқанымды ұмыт, маған ренжіме. Менікі жай немерелерімді ойлап жатқаным еді. Ондай әңгімені болмады деп есепте, жарай ма ұлым? Жоқ әке, жеңешеме бір ауыз ескертіңіз. Егер қарсылық танытса, оны көремін. Мен ағамнан қалған аманаттарға бас көз болуға әзірмін деді. Мұны естіген әке көзіне жас тамшылап аға берді. Менің ұлым ес тоқтатқан азамат болыпты ғой. Шүкір, шүкір деп ұлын құшақтай берді. Әкенің өзі айтуды есі санап, анасы болып сен жеткіз деді жұбайына. Анасы астарлап Гүлназға барлық жағдайды түсіндірді. Қарсы болмасаң, Шаттық екеуің бас қоссаңдар, балаларды бірге өсірсеңдер, бақыттың көзі
ұлдарды осы үйде өсіп өнсін, бізден асқан бақытты жан болмас еді, деді. Өзің ой елегінен өткізіп көрерсің, сосын бір хабарын айтарсың, деді. Гүлназға да оңай болмады. Апталап ештеңе демеді, бірақ жауабын айту керек. Әбде ойланып, анасымен ақылдасып шешім қабылдады. Анасы да қызына өз ақылын айтты. Бақыттай алтын жігіттің інісі жаман болуы мүмкін емес. Қайтып келіп басқа шықсаң, ол қандай, қайтып басқа адамға шықсаң, ол қандай адам болып шығады? Өгейлігін көрсетпей ме? Құда-құдағи жақсы адамдар, саған өз қызындай қарайды. Мені тыңдасаң, сонда қалғаның дұрыс, деді анасы. Бір жағынан өзі де осы ойды құптап отырғаны, анасы айтқан соң өз шешімінің дұрыс екенін түсінді. Апасына оңаша шайдың үстінде өз шешімін айтты. Мұны естіген ана қуанып, отағасына жеткізді. Көп ұзамай жеңгесімен қайнынысы әмеңгерлік жолмен бас қосты. Міне содан бері 15 жылдың жүзі болды. 2 жылдан кейін Гүлназ тағы 2 ұл босанып алды. Ұлдары ер жетіп кетті. Сол ауылдағы қара шаңырақта тұрады. Өздерінің ауылында үлгілі әке мен ана деген лайықты аттар.